Сәлем достар, бүгінгі сіздермен бөлісер жаңалығымыз Тәуекел Мүсілімнің көптен күткен дүбірлі тойы жайлы болмақ. Тәуекел Мүсілімнің көптен күткен дүбірлі тойы болмайтын болды. Бұл жайында актердің өзі растады деп хабарлайды Стан KZ ақпараттық агенттігінің тілшісі. Былтыр қолына ақ құсын қондырған Тәуекел Мүсілім 20-шы жылы дүбірлі той жасайтынын айтқан еді. Тіпті маусым айында қуанышты сәттің күні мен мекен жайын белгілеп, Instagram желісіне ресми пост жүктеген еді. Құрметті достар, біз бүгін той күнін белгіледік. Мерекелік шара 20-шы жылдың 30-шы шілдесінде Алматы қаласындағы ең үздік мейрамханада өтетін болды. Қазіргі таңда қызу дайындық жүріп жатыр деп жазған Мүсілім. Осыдан 1,5 ай бұрын әлеуметтік желіге салған дәл осы посттан актер өшіріп үлгерген. Елімізде күшейтілген карантин ережелерін ескере келсек, Тәуекел мен махаббаттың тойы өтпейтін болыпты. Бұл жайында күйеу жігіттің өзі растады. Жоқ, той болмайды, солай шешілді. Бұдан басқа пікір білдіре алмаймын деп қысқа қайырды Тәуекел Мүсілім. Алғашқыда актердің тойын ұйымдастыру жұмысы продюсер Жан Мұхановтың командасына жүктелген. Тәуекелдің қуанышы 7 бөлімнен тұратынын да жазған. Алайда аталған ұжым тойдың болмайтынын айтты. Қайырлы күн, той өткізбейтін болдық, деді Жан Әлемі Гроуп командасының өкілі. Айта кетейік, Тәуекел өзінің өмірлік серігін түсірілімдердің бірінде жолықтырған. Актердің келіншегі Махаббат Қостанай өңірінің тумасы. 24 жастағы ару Қарағанды медицина университетінде білім алуда. Сондай-ақ модель ретінде жұмыс істеген, әрі 2017 жылы I Wish Miss Karaganda титулын иеленген.